Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін шақпалаудың рецептін сіздерге ұсынамын. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астына қажетті ингредиенттерді жазып кетемін. Алдыменен етті турап аламыз. Жалпы менің каналымда осы палауды пісірудің рецебі бар. Сол рецептке қарап мұқият түрде мен ол жерде әрбір жаңағы жерін түсіндіріп түсірген болатынмын. Ет бұл жерде сиыр етін, немесе қой етін, немесе жылқы етін қолдануға болады. Күнделікті жаңағы тамаққа пісіргенде етіп турап аласыздар. Кейін оны етті міндетті түрде жуып дайындап қоясыздар. Мен жалпы сиыр етін қолдандым. Енді сәбізіміздің сыртын ашып, жуып, оны жаңағы соломка дейді ғой, етіп турап аласыздар. Маған осылай жаңағы тураған ұнайды, және де ол палауда өте жақсы болып тұрады. Егер сәбіз үлкен болса, онда біреу жеткілікті. Егер кіші размерде болса, онда 2 сәбіз қолданыңыз. Жалпы палауда сәбіздің көп болғаны өте дұрыс. Және де міндетті түрде сәбізді қызарғанша қуырып алған дұрыс. Онда ешқандай куркума немесе тағы да басқа да үндеуіштерді қолданудың қажеті жоқ. Палауыңыз қызарып тұрып өте жақсы болып піседі. Енді пиязымызды турап аламыз. Жалпы төпішті етіп турадым. Нақты бір ережесі жоқ, өздеріңізге қалай сөйтіп турайсыздар. Сонымен біз палауға қажетті ингредиенттерімізді турап алдық. Енді жаңағы шұңғыл таба немесе қазан аласыздар. Енді қазбарлығын қуыратын боламыз. Табамызға міндетті түрде сұйық май құямыз. Үстіне пиязымызды салып қуырып аламыз. Жаңағы пиязымыз сарғыш түске айналғанға дейін қуыру қажет болады. 5 минуттай қуырдым. Кейін оның үстіне сәбізімді салдым. Сәбізді салып араластырып, тағы да жаңағы сәбізіміз қызарғанға дейін қуырамыз. Кейін үстінен бір 5-10 минуттай қуырасыздар. Кейін үстінен ет саласыздар. Газдың астын ақырына басып қойып, енді жаңа етімізді қуырып аламыз. Бір 5-10 минуттан кейін тұз, бұрыш және паприка салдым. Араластырасыздар. Ет жақсылап тұрып, суы тартылып қуырылғаннан кейін үстіне су құясыздар. Мен шамаменен 300 грамдай 300-350 грамдай су құйдым. Кейін күріш салғаннан кейін тағы құямын. Енді күрішті аласыздар. Жалпы мен ақмаржан күрішін қолдандым. 2 кесе күріш. Міндетті түрде 3 бөлте жақсылап тұрып шайып аласыздар. Міндетті түрде жақсылап тұрып жуып алу керек. Енді еттіміз пістау деген кезде осылай күрішімізді саламыз. Еттің піскенін жаңағы ет жалпы 50 минуттай тұру керек негізі, 40-50 минуттай. Енді еттеріңізге байланысты жақсылап тұрып қуырып пістау деген кезде осылай күрішін салып, үстіне пиаламенен 2 пиала су қостым. Яғни күрішімізден суымыз сәл биігірек болуы тиіс. 1 сантиметрдей биіктеу болу керек. Тұз сеуіп міндетті түрде жаңағы тұзын көресіздер. Енді лавашымызды аламыз. Лавашымыздың мен осындай формаға істейтін болдым. Алдыменен қақпағын жасап аламыз. Яғни шақпалауымыздың ол үшін осылай формамен дөңгелетіп формасын кесіп алу керек болады. Мен осындай формада пісіретін болдым шақпалауда. Біріншіден өте ыңғайлы, және де жеңіл. Ең жақсысы ешқандай қамыр илеудің қажеті жоқ. Осылай лаваш арқылы жасаймыз, өте керемет болып шығады. Енді екінші лавашымызды 4-ке бөлеміз. Осылайынан дәл видеодағыдай көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, дұрыс болып шығады. Міне бәрі дайын болды. Енді сұйық майменен формамыздың ішін алдыменен жақсылап тұрып формамызға май жағып аламыз. Міндетті түрде той пісіретін форма емес, тіпті жаңағы пеште пісіруге рұқсат етілген кастрюльдерде де пісіруге болады. Маған осы формамен жеңіл болды. Енді май жағып аламыз да, мана 4-ке бөлген лавашымызды осылай дәл видеода етіп орнатасыздар. Барлығын осылай дәл видеодағыдай етіп орналастырып аласыздар. Және де осы лаваштың үстінен тағы да сұйық май жағатын боламыз.
Енді дайын болып піскен палауымызды осы лавашымыздың үстіне салатын боламыз. Барлығын толығымен салып, үстіне жақсылап тұрып, жаңағы басыңқыраймыз. Дәл осылай ыстық болып тұрған қалпында сала беріңіздер. Оған дейін пешімізді 190 градусқа қыздырып қоямыз. Енді жақсылап тұрып қасықпенен басыңқырап жібереміз. Кейін бағанағы дайындаған қақпағымызбенен жаңағы сұйық майменен үстін майланқырап жібереміз. Екі жақтан да, ішкі жағын және сыртқы жағын қақпақ ретінде бетіп жабамыз. Кейін осыны духовкаға, яғни пешке 10-15 минутке қоямыз. Кейін табаққа төңкересіздер, формадан жеңіл алынады, себебі майланған. Дәмді болып шығады. Міне қыздар, пышақпенен 4-ке бөлесіздер, өзі осылай ашылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Айхан.